Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы күн. Көпшіліктің сұрауы бойынша тауық қораға обзор деген болатын. Соған бүгін сіздерге түсірейін деп жатырмын. Мынау бізде ескі үй, Орал қаласына көшіп келген кезде сатып алған үй. Так, мына жағы ағашпен тұр, ар жағы екі жағы силикат. Мынау бізде залдың есебінде тұрған. Мына жерде бір бөлме, екі бөлме, кіреберіс, қол жуатын жер болған. Бір үш бөлме, сосын екі бес комнат болған ғой. Міне мына жағы силикат, тас қалыңдықтары. Мына жер кішкене енді жұқалау. Қазір ішіне кіргізейін. Бізде көріп тұрсыз, залдың өзінің бұрынғы есігімен тұр ғой. Так, мына жердің тастамасы осындай. Орта болғаннан кейін. Мынау бізде кіреберісі холл қазіргі ретінде. Мына холл. Так, қазір мына жері бізде балапандар тұр. Қандай жоспарлар болды, соны сіздерге айтатын болам. Мына жағын біздер ағашпен бөлген болатынбыз. Бірінші есікті арнап австралиялық тауықтарына жасадық. Осы жақта арнайы мына екі орта сеткі. Осылайына сеткі қылып қойдық, потому что свет жаққанда, қыста да неде жылы болғанда бір-біріне ауа барып тұрсын деп. Екінші қорада, екінші есікте бізде мында карантинде тұратын тауықтар болған. Жалпы негізінде карантинде тұрады, емесе балапандарды қоямыз дейтін ой болған. Қандай балапандар тұрады мына жерде? Жаз уақытына шыққанда 2 айдан асқан, 3-ші айға таяп қалған балапандарды осының ішіне жібереміз деп ойлаған болатынбыз бізде. Енді қазіргі таңда бізде бұнда домашний тауықтар бұрамы бәрі аралас тұр. Так, үшінші есікте бізде адлер тауықтарын арнап салынған болатын. Бұл қазіргі таңда адлер тауықтары тұр бұл жерде. Тоже бұларда жақсы жерде тұр. Бұл жерде қазір 14 тауыққа 2 әтеш жүр. Көлемі осындай, емін-еркін жақсы жүр. Бұл жерге примерно енді 25 тауық, 4 әтеш спокойный сият деп айталам. Так, бізде манағы айтқандай сіздерге планымды айта кетейін. Мына жер холл. Мына жер жалпы көгершіндер мына кеше тұрмау керек. Негізінен көгершіндер бізде далада тұру керек болған. Қыс жақындағаннан кейін үй салып үлгере алмай қалдық. Сөздің ішіне керек, енді кішкене қаражатқа келіп тіреліп қалды барлығын. Жалпы мынаның ішін енді ескі үйдің ішін неге қора қылдым деп атады ғой көбі. Потому что менде мана айтқандай қаражатқа келіп барлығы тірелгенде менде қора сала алмай қалдым. Сол себепті менде қысы жазы әр породаны әртүрлі ұстау үшін осы үйдің ескі үйдің ішін пайдаланып жатырмын. Енді бұның іші енді тауық қора болып кетті. Қазір біздің тауық қорамыз былайша айтқанда, бұл потому что бұл үйді біздер өзіміздің емеуімізбен салған жоқпыз. Біріншіден, екіншіден бұл жерді біз сатып алдық. Аллаға шүкір өзіміз ойымызды салып сонда тұрып жатырмыз. Бұл үй енді бос қаңырап тұрмасын деп шет-шетін жайлап бұзып кеткеннен кейін осының ішіне пайдалануға тура келді. Алла бұйыртса енді ақша болып жатса, қорамызды салуымызға ақшамыз ауысып жатса, болып жатса, мына жерді бұзып басқа қора саламыз деген ойдамыз. Алла бұйыртса барлығын Аллах біледі, біздер просто оған себепшіміз. Так, мынаның ішін осылайына бөліп жатыр үш есікке. Жалпы бізде план бойынша алдыңғы жазда план бойынша мына жерде бізде брудер тұру керек болған. Жоқ. Так, 1, 2, 3 есік. Сосын мына жерге 4-ші есік салу керек болған. 4-шісін тұру керек болған. Потому что бұл жерде тағы бір порода тұру керек болған. Енді светлый брам или дакан соны пландадық. Біздер жалпы тұрады деп, осы жерде тұрады деп пландадық. Бірақ мен енді кішкене мана айтқандай ғой. Барлық енді сөздің ішіне ақшаға келіп тұрып қалып тұр ғой. Сосын мына жерде 4 брудер тұрады дедік. Міне так, жарға брудер ілінеді дедік. 1, 2 брудер ілінеді жарға, 4 брудер тұрады. Балапандар қысы жаз шығарған кезде, манағыда 1 айлық, 2 айлықтар ғой, 1 айлық. Максимально 2 ай, 1 ай жарымға дейін тұратын деген пландаған болатынбыз жалпы брудерді. И сосын астында 200 литр бушкелер тұрады деп ойладық былай. Потому что 200 литр бушкеге біздер жем аламыз деп ойладық. Манағыдай типа жаз уақытында кірген жем арзан болады, қыстыққа жем жинап аламыз деген ой болды жалпы бізде. Астында былайнан. И сосын мына бұрышта бізде веб аптека дейді ғой. Біздің өзіміздің дәрі-дәрмектеріміз, тауықтарға беретін витаминдеріміз, сондай бір нәрселер тұрады деп пландаған болатынбыз. Онымен қазір таңда болмай жатыр. Алла бұйыртса болып қалар. Енді көп бауырларым сұрап отыр ғой. Видео сөз, ұзақ видео сөз. Соған енді бүгінгі видеомыз осы тауық қораға обзор болып жатыр екен.
тауық қора кішігірім обзор жасап жатырмын. Видео ұнаса арнама жазылып қойыңыздар. Алла бұйыртса ертең или арғы күндері тағы да бауырларымыздың аға әпкелеріміздің сұрақтарына видео түсіретін боламын. Қандай сұраққа видео түсіремін, келесі видео соны айта кетейін. Кеше бір ағамыз екен, апамыздың жазып кеткен екен, тауықтарға қандай дәрі-дәрмек бересің деп. Сол туралы видео түсіретін боламын, потому что біздер енді қарапайым үй әдісін деген заттарды айтатын боламын, потому что біздерде қаладан да, ауылдан да қырда тұрып та қарайтындар бар. Сол себепті енді барлығына бірдей орташа көлемде айтатын боламын. Осымен емделуге болады деген сияқты. Екіншісі, Адлер балапандар қандай жем жейді, қандай витамин жейді деп қойған екен. Сол туралы видео түсіріп, сол туралы видео түсіретін боламын тағы да. Содан кейін тауықтың жұмыртқасын қалай көбейту керек, туып тұрған тауықтың жұмыртқасы азғантай туады, соны қалай көбейту керек дейтін тағы да видео түсіріп жатыр екен сұрақтар. Соны да Алла бұйыртса сіздерге түсіріп көрсететін боламын. Енді мен аға әпке деп жатқаным, енді мен просто білмеймін, олар үлкен кісі ма, кішкентай бала ма екенін. Маған енді қалай сұрақ қояды, мен сол сұрақтарға жауап беремін. Енді өзімді қарайтындар енді 13 жастан жоғары қарайтын, 65 жасқа дейін. Қазақстан, Қырғыз, Өзбекстан ағайын бауырларымызда қарайды екен. Енді өзіміз қазақпыз ғой, өзбек, қырғыз ағайындылар да қарайды екен біздерді. Оларға да Алла разы болсын қарап жатқандарына каналымызды. Осы достар, Алла бұйырса келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар. Алла осы сіздерге видеоны түсіріп жіберетін боламын. Главное бас аман болсын. Қалғанның бәрі бола жатады. Айтпақшы, сіздерге ұмытпайтын балапандарды көрсетіп кетейін. Бізде балапандар бүгін 20-сы. Бүгін балапандарға жартысына 1 ай болып жатыр. Жартысына ертең 1 ай болады, 21 деген сияқты ғой. Міне біздің балапандар қазіргі таңда. Балапандарына бағасын беріп кетіңіз, өзінің жасына сай өсіп жатыр ма, өсіп жатқан жоқ па деген сияқты ғой. Алла бұйыртса балапандарға да видео түсіретін боламын, қандай жем беру керектігін. 2 айға дейін қандай жем беру керек, 3-4 күнде жаңадан шыққан балапандар қандай жем беру керек, 2 айдан кейін қандай жем беру керек, қандай витамин беру, соның барлығын сіздерге айтатын боламын. Потому что мынандай ғой, кеше бір үлкен кісі сұрақ қойып жатыр да, менің балапандарым 6-7 айлық дейді. Австралоп Адлер ғой, енді 6-7 айлық жұмыртқа бірақ вообще туған жоқ әлі дейді. Енді ол жерде тауықтардың фотосын қарадым. Енді анау дейтін, өтірік айтпай қойын, бір 4 айлық, 5 айлық тауық сияқты ана ұсқындары бар ғой. Потому что енді үлкен кісі қалай витамин жем беру керек екенін білмеген екен. Соның барлығын апама айтып түсіндірдім. Ол рахметтің енді өзінің несін айтып жатыр ғой. Алғысын айтып жатыр енді. Сіздерге де Алла бұйыртса сол туралы видео түсіретін боламын. Құдай сабырлықпен күте тұрыңыздар. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.